негізгі жұмысымыздың мақсаты музейге балаларды тарту, музей педагогтарын жинап, біз конференциялар жасап, карантинге дейін бізде ашық конференциялар болды. Біздің әрбір сабағымыз өзі сондай әртүрлі форматта өтеді. Тәжірибелі мамандар бірінші теория жүзінде оларға дәрістер оқылып, одан кейін жазды күндері оларды экспедицияларға алып жүрді. Ал республика көлемінде егер сондай бір қызығушылық танытып жатқан оқушылар болса? Ол болса, біздің ешқандай қарсылығымыз жоқ. Міндетті түрде оларды қатыстыруға мүмкіндіктері бар. Армысыздар, құрметті көрермендер. Мұғалімдер бөлмесінің жаңа санын назарларыңызға ұсынамыз. Бүгін біз Қазақстан Республикасы ұлттық музейінің төрінде музей педагогикасы және балалар шығармашылығы бөлімінің жетекшісі Садыбай Гаухар Қасиқызымен сұхбат жүргізетін боламыз. Сіздермен Ләззат Бақытбекқызы. Құрметті Гаухар ханым, мұғалімдер бөлмесіне қош келдіңіз. Алғашқы сұрағымыз, жалпы Қазақстанда музей ісін дамытуда музей педагогикасының алдына қойған мақсаты қандай және оның орны туралы айта өтсеңіз? Қазақстан Республикасының ұлттық музейі, музей педагогикасы және балалар шығармашылығы бөлімі осы музейдің үлкен бір саласы болып табылады. Бұл әлемдік музейлердің қазіргі жұмыстарының арасында музей педагогикасы үлкен орынға қойылған. Соның ішінде біздің Қазақстан Республикасы ұлттық музейінің музей педагогикасы бөлімінде негізгі жұмысымыздың мақсаты музейге балаларды тарту. Қазіргі ең үлкен бір проблеманы бір десек болады, балаларды қызықтыру. Қайтсек, балаларды осы музейге тартып қызықтырамыз. Біз соның жолдары үшін әртүрлі арнайы бағыттарменен, арнайы жобаларменен жұмыс істейміз. Мектеп оқушылары, жоғары оқу орындары, сонымен бірге колледждің студенттері сияқты біз жасөспірімдерді 7 жастан 17 жасқа дейінгі аралықтағы балаларға арналған әртүрлі біздің жобаларымыз бар. Сол жобаларменен жұмыс жасаймыз. Өте жақсы. Енді жаңа өзіңіз атап өттіңіз, ең басты мақсатыңыз оқушыларды музейге тарту ісі деп. Нақты осы оқушыларды музейге тартуда ұлттық музей қандай іс-шараларды жүзеге асырып жатыр? Біз осы ұлттық музейдің қабырғасында Қарашаңырақтың аясында біз әртүрлі жобалар, мысалға тарихи тұлға жобасы, шаңырақ, әсемдікке құштарлық, дана жобасы бар, студенттер клубы. Сонымен бірге бізде үйірмелер жұмыс жасайды. Балаларға кескіндеме және графика үйірмесі, шебер үйірмесі, сонымен бірге мирас экскурсоводтар дайындайтын үйірмеміз бар. Сонымен бірге жас археологтар үйірмесі, осындай үйірмелер жұмыс істеп келеді музей ашылғалы бері. Соның ішінде осы Нұр-Сұлтан қаласының мектеп оқушыларын өзімізге тарту мақсатында әртүрлі шаралар ұйымдастырып келеміз. Осы әр жобаның өзінің бағдары бар. Мысалы, соның ішінде ұлттық құндылықтарды дәріптеу, насихаттау және сонымен бірге патриоттық сезімін ояту балалардың. Біздің негізгі мақсатымыз осы, және сонымен бірге музей қорындағы жәдігерлермен таныстыру мақсатында шаңырақ жобасы, әсемдікке құштарлық және дана жобалары. Сонымен бірге 17 жылы Қазақстан Республикасы білім министрлігіменен бірігіп, біздің Қазақстан Республикасы ұлттық музеймен меморандумға келісімге отырдық. Ол жерде балалардың, мектеп оқушыларының және мұғалімдердің тарих сабағының мұғалімдері, география сабағының мұғалімдері осында келіп, музейде келіп, өздерінің сабақтарын өтуге сондай жоба жасадық. Ол пилоттық жоба болды. Ол пилоттық жобамыз өте нәтиже берді. Мысалға, біз бір жыл мектеп оқушыларын қабылдап, осы музей залдарында әрбір жәдігермен таныстырып, әрбір сабақтарын балалар өздерінің мектептегі теориялық білімдерін осы жерге келіп, практикада көзбен көріп, қолмен ұстап, экспонаттарды сондай керемет соңынан өздерінің отзывтарын қалдырып жатты, пікірлерін айтып жатты. Тағы да келіп өтсек деген бізге сондай ұсыныстар да тастады.
Енді осы жерде нақтылағым келіп тұр. Бұл жобалар тек қана осы ұлттық музей жүргізетін жобалар ма, әлде бұл Қазақстан бойынша жүргізу керек жобалар ма? Бұл бүкіл Қазақстан территориясында мектеп оқушыларына арналған жобалар ғой. Сондықтан бұл барлық мектептің оқушыларына. Қазақстан бойынша барлық мұғалім музейге барып сабақ өте алады. Өте алады. Сондай біз проектті бастадық. Ол жемісін өте жақсы беріп жатыр. Ары қарай да біз енді пандемияның кезінде ол кішкене тоқтап қалды. Енді ары қарай оны біз жалғастырамыз деген үміттеміз. Жаңа өзіңіз бірнеше жобаны атап өттіңіз, соның ішінде шаңырақ жобасына тоқталып өтсеңіз, қандай жоба, мақсаты не? Шаңырақ деген жоба бұл осы музей ашылғалы бері, осы бөлім ашылғалы бері жұмыс істеп келе жатқан ең алғашқы өзім мен оның автор болған деп айтсам болады. Шаңырақ жобасын құрдық. Бұл жобаның негізгі мақсаты біздің ұмыт қалып жатырған біздің салт дәстүрімізді дәріптеп балалардың бойына сіңіру, мысалға қазір бесікке салу дегенді, мысалға біз мектеп оқушыларын шақырып алып этнография залында киіз үйдің ішінде бесікке салып, оны қалай салу керек сол жағынан көрсетеміз. Болмаса киіз үйдің құрылыстарын айтып түсіндіреміз. Сол кезде біз сұрақтарды қоямыз балаларға. Бесікте жатқандарың бар ма деп. Көпшілігі қолдарын көтеріңдерші десең, бесікке жатқандар ішінде аз. Бірен-саран. Қазір қаланың балалары тіпті бесік дегенді білмейді. Сондықтан осындай сияқты біз әртүрлі ұлттық өзіміздің салтымызды, дәстүрімізді балалардың бойында сіңіріп, соны ары қарай осы тарихты ескіні жаңаменен жалғастырып отыратын біз алтын көпір болуымыз керек. Осы музей педагогтары біздің негізгі міндетіміз де осы. Бұл тәжірибеңізді басқа музейлер жүзеге асырып жатыр ма жалпы осындай жобаларды? Басқа музейлермен де біз қарым-қатынастамыз. Қазақстан бойынша болсын, біз керек десеңіз, өткенде осы карантиннің кезінде ол кезде енді зум конференциялар болды ғой. Сол зум конференцияларға қатысқан кезімізде біздің осы жасаған жұмыстарымызды біз енді өзіміз жасап, өзіміздің проектімізді жарнамалап жатамыз. Сол кезде Ресейдің музейлері, Пушкин музейі біздің жаңағы осындай жасап атқан жобаларымызды қарап, таң қалып, біздің музейлерде бұндай жұмыстар жасалмайды деп. Сосын сіздерде неше қызметкер жұмыс істейді дейді. Біздің музей педагогикасында мысалы 8 ғана қызметкер жұмыс істейді, а сіздер 30 адамның жұмысын жасап жатыр екенсіздер деп сондай өздерінің көңілдерін, ықыластарын білдіріп жатады. Өте жақсы. Қызықты этнография жобасы туралы не айта аласыз? Қызықты этнография жобасы бұл да жаңағы біздің шаңырақ жобасының аясында, ол да өз алдына жеке жоба. Ұлттық салт дәстүрге және ұлттық ойындарды дәріптейміз. Оның ішінде асық ату, тоғыз құмалақ сияқты, ләңгі деген ұмытылып бара жатқан ойындар бар. Мысалға қаланың балаларына асфальтта өсіп жатқан балалар ол ләңгі деген не деп сұрайды мысалға. Бұл өте біздің бұрын көшпенді халық болған біздің халқымыз, дана халқымыз сол өздерінің бағып жүрген қойларының терісінен жаңағыдай ләңгіні жасап, асықты сол қойдың сүйегінен, жілігінен алып соны жасап, балаларына ол кезде ойыншық деген жоқ, оны дүкеннен сатып ала алмайды. Сондықтан осылай қолдан келетін нәрсенің бәрін таза бұйымдардан, табиғи бұйымдардан жасаған. Соны біз балаларға жеткізу мақсатымыз. Сонымен бірге бізде осы Астана қаласының асық ату федерациясы менен жылда бізде турнир өтіп тұрады. Бұл бізде дәстүрге айналған. Дәстүр жылда өтіп тұрады турниріміз. Биыл 4-ші турнирін өткізейін деп жатырмыз, Алла қаласа. Сол Астана қаласының барлық мектеп оқушыларынан команда жинайды. Әр мектептен 10 баладан, 20 баладан келіп, осы жерде асықтың турнирі, жарыс өтеді. Бұл шараны республикалық деңгейде өткізу қаншалықты мүмкін? Оны алдағы уақыт көрсетеді. Жоспарда, жоспарымызда бар. Өте жақсы. Енді музей бұл бірден бір тарих пәнімен, енді мектеп бағдарламасында қарастыратын болсақ, әдебиет пәнімен өте тығыз байланысты, география пәнімен байланыстыруға да болады. Музей тек қана бұл экспонаттардың ортасы емес, ғылыммен де айналысатын орталық.
түрлі мына экспедициялар жасалып, жаңалықтар ашылып жатады. Бірақ бізде көп жағдайда ашылған жаңалық мектеп бағдарламасына бірден еніп кете бермейді. Бірнеше жылдан кейін, уақыт өте келе қосылуы мүмкін. Енді осы тұрғыда ғылыми жаңалықтардың мына оқушылардың ортасына, мұғалімдерге тезірек таралуы үшін, оның насихатталуы үшін өте көп жаңағыдай жұмыстар жасалу керек. Оның ішінде видеороликтер болуы мүмкін. Оның ішінде арнайы мұғалімдерге көмекші құралдар әзірленуі мүмкін. Инфографика түрінде, қазір заманауи тілде айтатын болсақ. Осы бағытта музей мұғалімдерге дер кезінде осындай тың жаңалықтармен бөлісу үшін қандай да бір әдістемелік жұмыстар дайындап бере ма? Сұрағыңыз өте орынды. Біз осы Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым Министрлігімен бірге отырып, ұлағатты ұрпақ жобасына қатыстық. Ұлағатты ұрпақ жобасы аясында мектеп бағдарламаларына арналған біз дәрістер дайындадық. Ол дәрістердің әрқайсының жас ерекшелігіне байланысты сол баланың тіліне орай құрастырып отырдық. Біз мысалға сценарий жазылды. Сценарий жазылғанда мысалға 1-ші класстың баласына Ұлытау деген тақырып берілді. Осы тарих сабағынан. Сонда Ұлытау деген тақырыпты олар бірденнен түсініп алу үшін баланың тіліне орайластырып, жаңағыдай бағдарламалар жасалынып отырады. Бізде сол сияқты роликтер дайындалады. Карантиннің кезінде бізде әртүрлі осы жәдігерлерімізге арналған роликтер жасалды. Біз сол роликтерімізбенен мысалға бөлісіп отырдық. Онлайн, мысалға әртүрлі тақырыпта, мысалға Тақсай Ханшайымның киіміне байланысты қазақ әйелдерінің киімі деген тақырып, мысалға мен өзімнің сән әлеміне саяхат айдарыменен сондай роликтерім болды. Менің 3-4 ролигім болды. Сол жерде осы біздің алтын адамдардың ішінде Тақсай Ханшайымы бар, Үржар Сәуегейі бар, Қаңлы Ханшайымы бар. Осы әйелдердің киімі сол заманда, осыдан 2-ші ғасырда мысалға біздің ата-аналарымыз, әжелеріміз қандай киімде болған деген сияқты ондай да сұрақтар болады бізде. Сол сұрақтарға арналған біз осындай әртүрлі тақырыпта роликтер түсіріп отырдық онлайн. Соны жаңағы әлеуметтік желілерде жариялап та отырдық. Өздеріңіздің сайттарыңызда бар, иә? Мұғалімдер сол жерден жүктеп алып, сабақта Қазақстан Республикасының онлайн білім беруде пайдалануға өте ыңғайлы және пайдалы. Өте пайдалы біздің осындай роликтеріміз бар. Соны қарап отырсаңыздар болады. Өте жақсы. Енді музейіміз Нұр-Сұлтан қаласында орналасқандықтан, әлбетте сіздер осы жердегі мектептермен тығыз байланыстасыздар. Бірақ республика көлемінде қаншалықты сіздер жұмыс жасайсыздар? Қаншалықты сол республика аумағындағы басқа қаланың оқушылары немесе мұғалімдері сіздермен тығыз байланыс орната алады? Қаншалықты мүмкін? Біз өте тығыз байланыстамыз. Республика көлемінде де, біз осы облыстық көлемде де болсын, және қалалық көлемде де біз әртүрлі байқаулар, мысалға Абайдың 175 жылдығына арналған қашықтықтан байқау жарияладық. Және ол 2-3 этапты болды. Ол 2-3 айға созылады. Және балалардың бүкіл жіберген өздерінің мысалға Абайдың шығармашылығына байланысты қара сөзінен, біреулері оның өлеңдерінен өздерінің өлеңдерін оқып, сондай өздерінің жұмыстарын жібереді. Соны біз таразылап ішінен ең жақсыларын алып отырдық. Осындай да біздің байқауларымыз болады, мысалға жарыстар. Одан басқа бізде семинарлар өтіп тұрады. Мұғалімдерді шақырып біз арасында экскурсоводтарменен осы музей педагогтарын жинап, біз конференциялар жасап, карантинге дейін бізде ашық конференциялар болды. Онда біз барлық мектептің тарихшыларын жинап, осында семинарлар өткіздік. Өзіміз лекция, дәрістер оқыдық. Республика көлемінде, өттік, иә. Енді мынандай сұрақ қойғым келіп отыр. Бізде тарих пәнінен ғылыми жоба жұмысымен айналысатын, зерттеу жұмысын жүргізгісі келетін оқушыларымыз бар, жетекшілік еткізілетін мұғалімдеріміз бар. Осы тұрғыда қаншалықты музейдің ғылыми қызметкерлері сол ғылыми жұмыстарға жетекші бола алады? Бұл да жақсы сұрақ. Негізі
мектеп оқушылары өздерінің ғылыми жұмыстарын тарихи осындай үлкен музейлерде өздерінің білімдерін негіз бекіту керек деп ойлаймын. Олар тек қана теориялық түрде жаңағы кітапқа ғана қарап қоймай, жәдігерлердің осы жерде әрқайсысына жеке тоқталып, оның қай жерден табылғанын, оның тарихын, оның барлық жағынан осы ғылыми түрде осы музей жауап бере алады деп ойлаймын. Сондықтан бізде кіші ғылыми қызметкерлер, ғылыми жетекшілер бола алады. Біз мысалға Шабыт өнер университетінің студенттері келіп бізге практикадан өтіп тұрады, және диплом жұмыстарында алып отырады осы жерден. Біз тығыз қарым-қатынаста студенттермен, оқушылармен қарым-қатынаста біз барлық жағынан жұмыс жасап келеміз. Кез келген мұғалім, кез келген оқушы келіп, осы жерде ғылыми жаңағы жетекші тағайындауына мүмкіндік бар, иә? Ары қарай сол жұмыстың жаңағыдай нәтижелі болуына кеңес алып, бағыт-бағдар сұрап, иә? Мүмкін ғой? Мүмкін, керек десеңіз, ол керекті нәрсе. Иә, оған дейінгі білім және ғылым министрі Ерлан Кенжеғалиұлының жақсы бір бастамасы болған, музейде сабақ өту. Енді оның бір ерекшелігі, музей қызметкерлері өздері мұғалім ретінде сабақ жүргізу керек болатын. Болды ғой ол тәжірибеде. Бірақ қаншалықты бұл жұмыс нәтижелі болды? Тоқтап қалды дегенде әңгімелер болып жатыр осы тәжірибенің. Ол қаншалықты рас? Бұл жерде музей педагогтары біздің айналысатын жұмысымыз да тек осы сабақ, музей сабақтары, музей квесттері, біз дәрістер береміз, әртүрлі этнографиялық ойындар. Біздің әрбір сабағымыз өзі сондай әртүрлі форматта өтеді. Ол сіздердің жоспарларыңыз бойынша. Біздің жоспар бойынша. Оқу бағдарламасына сәйкес соның 2 сағатын музей қызметкерлері өту керек деген бастама болатын ол. Бірақ ол қазір нәтижесіз болып қалды дегенді естіп жатырмыз. Біз барлық сабақтарды оқу бағдарламаларына жүгінеміз. Ғылыми жағынан оны қараймыз, және оны біздің басшыларымыз бекітеді. Біздің музей сабақтарымыз солай өтеді. Сонымен бірге бізге мектептің жаңағы мұғалімдер келіп, айтып отырмын ғой, музейдегі сабақ деген жобаға байланысты айтайын дегенім. Мектеп мұғалімдері, тарихшылары, географияның мұғалімдері келіп, осы жерде музейде келіп өздері сабақ өтеді. Біз осындай жобаны жасадық, пилоттық проект деген. Ол өте жақсы нәтиже берді. Алдағы уақытта қандай жобалар болуы мүмкін жоспарда? Енді қолға аламыз деген байқаулар болмаса? Біздің байқауларымыз ол әдеттегідей, ол жылда өтіп тұрды. Мысалға бізде әлеуметтік мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған үлкен бір жобамыз бар. Мейірім деп аталады. Ол жерде ерекше білім беруді қажет ететін балалар, олар әртүрлі диагнозбенен келетін балалар. Сол бүкіл осы қаладағы қоғамдық ұйымдар бар ғой, қорлар бар. Қоғамдық қорлар бар, орталықтар бар. Сол орталықтармен бірге отырып, бізге келіп жаңағыдай тәжірибе алмасып, біздің сондай жұмыстар жүргізіп жатырмыз. Мысалға бізде жылда, биыл 3-ші жылы фестиваль өткіземіз. Үлкен 100 бала, жаңағыдай мүмкіндік шектеулі баланы жинап, оларға әртүрлі шеберлік сабақтарын өткіземіз. Олар кесте тоқу мүмкін, олар киізден ою мүмкін. Олардың қайткенде де біз жаңағы кішкене болса да өзінің шығармашылығын оятып, моторикаларын дамыту балалардың. Біз сол жағынан да біздің 2 маманымыз Зухра Сайлаубайқызы Баянова және Сейтжанова Кенжегүл Барамисқызы, екеуі қазір төселген осындай балаларменен жұмыс жасаймыз. Өте жолға қойылған. Мектеп оқушыларына арналған қандай үйірмелер қызмет жасайды? Бізде музей ашылғалы бері осы кескіндеме және графика үйірмесі бар. Бұл үйірменің жетекшісі Қазақстан дизайнерлер қоғамының мүшесі Мұхтар Байбосын Қайратұлы. Осы кісі қыр-сырын үйретіп балаларға, жалпы өнердің тарихын әртүрлі слайд көрсету арқылы,
және сонымен бірге жаңадан келіп жатқан бағыттар бар ғой, сурет салудың әртүрлі бағыттарын үйретіп, акрильмен, акварельмен қалай жұмыс істеу керек екенін үйретеді. Бұл үйірме ешқашан тоқтаған емес. Осы музей ашылғалы бері балалар қызығушылығы өте жақсы дамыған. Кәсіби маман жұмыс істеп отқаннан кейін олар барлық уақытта сол кісіге жаңағы үйірмеге қатысқысы келіп отырады. Ешқашан тоқтаған емес. Өте жақсы балалар тұрақты келіп отырады. Сонымен бірге бізде шебер үйірмесі бар. Шебер үйірмесі көбінше қыз балаларға арналған. Кесте тігу, ою, бисерменен жұмыс, сондай әртүрлі жұмыстарды біздің өзіміздің педагогтарымыз Айгүл Кемеңгерова және Амангүл Халимбай осы екі педагогымыз жүргізеді. Бұл үйірмелер қазір онлайн түрде өтіп жатыр ғой, Қазір бізде офлайн өтіп жатыр. Қазір офлайн өтіп жатыр. Офлайн өтіп жатыр. Ал жалпы республика көлемінде онлайн түрде қызмет көрсету мүмкін бе бұл үйірмелер? Біз карантиннің уақытында осыны айтып кетейін дегенім, жаңағыдай осы роликтер түсірдік онлайн. Мысалға каникулдың кезінде балалар өздерінің үйлерінде жасап отқан жұмыстарын жинап, соны ролик жасап онлайн жібердік. Оны бүкіл Қазақстанға таратылады ол. Жаңа біздің ұлттық музейдің сайтына кірсе, Фейсбукта, әлеуметтік желілерде барлығы тұр. Біздің қазір сол роликтердің барлығы. Білгенге Маржан деген шебер үйірмесінің бір жылдық қорытындысын алып көрме жасаған. Бала Vision деген кескіндеме және графика үйірмесінің бір жылдық қорытындысын Бала Vision атты көрме ұйымдастырамыз біз. Осындай үлкен шаралар өтіп жатады үйірменің өзінде. Сонымен бірге 16 жылдан бастап Мирас Ұрпақ плюс деген үлкен жоба ашылды. Сол жоба аясында Мирас деген үйірме өз жұмысын бастады. Ол жерде осы тарихты білу, өзіміздің елді тану, жерді тану деген мақсатта және жас экскурсоводтарды дайындайтын үйірме. Ол жерде балалар 3 айдан 5 айдан осы залдарда келіп экскурсия жүргізіп, ол экскурсияны ең соңында емтихан сияқты тапсырып қорғайды. Олар содан кейін қаладағы... Жас ерекшелігі бар ма осы экскурсиялық? Жас ерекшеліктері осы мектеп жасындағы балалар ғой. Мектеп жасындағы балалар. Енді археология саласына оқушылардың қызығушылығын арттыру үшін экспедицияға апару өте маңызды орын алады, ең алғашқы білім көзімен танысу үшін. Осы тұрғыда музей тарапынан ұйымдастырылатын археологиялық экспедицияларға оқушыларды тарту ондай тәжірибе болды. Бізде жас археолог үйірмесі жұмыс жасап келеді. Осы жаңа Пердехан деген біздің ғылыми маман, осы археолог, тәжірибелі мамандар бірінші теория жүзінде оларға дәрістер оқылып, одан кейін жазды күндері оларды экспедицияларға алып жүрді. Экспедицияға осы Нұр-Сұлтан қаласының оқушыларынан алды. Ал республика көлемінде егер сондай бір қызығушылық танытып жатқан оқушылар болса? Ол болса, біздің ешқандай қарсылығымыз жоқ. Міндетті түрде оларды қатыстыруға мүмкіндіктері бар. Өте жақсы. Сонымен бірге бізде тарихи тұлға деген жобамыз бар, жаңа айтуды ұмытып кеттім. Бұл тарихи тұлға осы ең керек осы біздің осы замандағы өткен біздің тарихымыздағы болған тұлғаларды, қайраткерлердің өмірлерімен таныстырамыз. Мысалға экспонаттар, мысалға сабақты өтер кезде осы біздің музейдің ұлттық қорында қандай экспонаттар бар, сол тақырыпқа байланысты. Мысалға Әл-Фарабидің биыл 1150 жылдығы өтті. Болмаса Жамбыл Жабаевтың 110 жылдығы деген сияқты, Фариза Оңғарсынованың 80 жылдығы сияқты осындай әртүрлі даталы мерекелер тұлғаларға арналған осындай тарихи тұлға жобамыз өте өзінің жұмысын жақсы жолға қойылған. Жемісті жүзеге асып жатыр ғой. Жолға қойылған.
Өте жақсы. Жалпы музей педагогикасының жұмыстары бізде жолға қойылған, әрқайсысы өз система түрінде өз педагогтар өз жұмыстарын жақсы біледі. Мысалға, әрбір сабақты біз бір диссертациялық жұмыс деп есептеуімізге болады. Гаухар Қайсиқызы, бүгінгі сұхбатыңызға үлкен рахмет. Сізге және ұжымыңызға шығармашылық табыс тілейміз. Ал құрметті көрермендер, сіздермен мұғалімдер бөлмесінің кезекті санында кездескенше.